4 курс, номер 35 топ. Топ жетекшісі Машаева Еркежан Базилдановна. Тәрбиенің тақырыбы: ұрпақтар ұмытпайтын ұлы жеңіс. Тәрбие сағатымыздың мақсаты: ұлы жеңістің қандай қиыншылықпен келгенін дәріптеу, өз отанын, елін, туған жеріне деген сүйіспеншіліктерін арттыру, ұлы отан соғысында ерлік көрсеткен ата-бабаларымыздың ерлік істерін қастерлеп, бас иіп, үлгі өнеге тұту. Ұлы отан соғысы жайлы айтар болсақ, фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан тұтқиылдан СССР-ға шабуыл жасады. Кеңес одағының ұлы отан соғысы басталды. Тарихта ұлы отан соғысындай қасіретті соғыс болған емес. Соғыста 27 миллионнан астам кеңес адамы қаза тапты. Қазақстандықтар ұлы жеңіс қаһармандары атты бейнежазбаға назар салды. Келешек ұрпақ үшін жанқилы соғыс жүріп жатты. Міне, ұлы отан соғысының жеңіспен аяқталуына 75 жыл өтті. Бұл сол кездегі кеңес халқының ел жүректігі мен төзімділіктерін паш ететін тарихта мәңгілік қалған күн. Райымбек ауданы Саржаз ауылындағы ұлы отан соғысына қатысқан ардагерімізге бас иіп тағзым етеміз. Жерлі ақын Мұқағали Мақатаевтың «Соғыс» деген өлеңін тыңдауға шақырамын. Соғыс деген немене? Тек қана апат қырғын ба? Арман тілек ақыл ойды апаратын құрдымға. Соғыс деген аққан соры ақ сүйектің құлдың да. Соғыс деген төккен ара қыздың және ұлдың да. Соғыс деген жаралмаған жалғыз ғана қан үшін. Соғыс деген сорайдаған содырлардың табысы.
соғыс деген сақаймайтын есуастар дәрісі. Соғыс деген сойқандардан қорғанғандар намысы. Соғыс деген сотқарлардың қолындағы найзасы. Қолданады, долданады таусылғанда айласы. Соғыс деген зұлымдықтың айнасы. Соғыс деген біреулердің шығыны да, біреулердің пайдасы. Ешкімде еш нәрседе ұмытылмайды. Құрметті студенттер, жұлдызы әнін караокемен айтуға шақырамын. Сөзі Мұңайдар Павлодарнікі, әні Думан Байтуллиевтікі. Алдымызда асуларды распаған, сезім жігер көшімізді бастаған. Шақырады өнер ғылым әлемі, ғажайыптар әлі сырын ашпаған. Біз азат елдің ұл-қызымыз, ашық аспан жұлдызымыз. Ертеңгі ерен ерліктердің, ізгіліктің үлгісіміз, өшпес белгісіміз. Ар-намысын бойда адал сақтаған, әке-шеше ел үмітін ақтаған. Ата-баба мұрагері атанып, қазақ болып туғаныма мақтанам. Біз азат елдің ұл-қызымыз, ашық аспан жұлдызымыз. Ертеңгі ерен ерліктердің, ізгіліктің үлгісіміз, өшпес белгісіміз. Қазақстан қайталанбас асқаған, сүйе білсең әр сүйемі бақ саған. Қол ұстастық бізбен бірге тізе қос, болашақтан болашаққа басқадан. Біз азат елдің ұл-қызымыз, ашық аспан жұлдызымыз. Ертеңгі ерен ерліктердің, ізгіліктің үлгісіміз. Біз азат елдің ұл-қызымыз, ашық аспан жұлдызымыз. Ертеңгі ерен ерліктердің, ізгіліктің үлгісіміз, өшпес белгісіміз. Тоғызыншы мамыр. Ұлы жеңіс мерекесі құтты болсын. С праздником Великой Победы. Отан үшін отқа түскен батырлардың есімдері біздің жадымыздан мәңгі ұмытылмақ емес. Еліміздің алдағы тағдыры, болашағы сендерге байланысты. Жерімізді, елімізді сақтай біліңдер, жас ұрпақ. Ұлы жеңіс күні жасасын, желбірей жеңіс жалауы. Әрқашанда біз біргеміз.